Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Мен Жұмабекова Шолпан Жарасбаевна, көлік колледжінің өндіріс экономикасы пәнінің оқытушысы. Сабақ тақырыбы материалдық ресурстарға деген қажеттілікті анықтау. Сабақтың мақсаты кәсіпорынның материалдық ресурстарының құрылу көздерін, олардың құрылымын қарастыру. Ресурстар бұл экономикалық игіліктерді өндіруге пайдаланатын факторлар. Олар келесі топтарға бөлінеді. Материалдық ресурстар бұл кәсіпорын немесе ұйым өзінің мақсаттарына жету және қол жеткізу үшін қолда бар материалдық немесе нақты құндылықтар, мысалы объектілер, шикізаттар, жабдықтар, құралдар және басқалар. Адами ресурстар бұл кәсіпорында құрайтын жұмысшылар тобын үйлестіру, жоспарлау және ұйымдастыру мақсатында компанияда жұмыс істейтін қызметкерлер мен серіктестердің жиынтығы. Техникалық ресурстар басқа да талаптарды үйлестіру үшін технологияға негізделген құралдар, өндіріс жүйесі, сату жүйесі, қаржы жүйесі және басқалар. Қаржы ресурстары дегеніміз бұл кәсіпорынның алға басу үшін ақшалай сипаттағы меншікті элементтері. Ақшалай қаражаттар серіктестердің экономикалық жарналары, коммуналдық қызметтер және басқалар. Бұған жататындар банктік несиелер, несие берушілер мен жеткізушілердің несиелері және бағалы қағаздар. Барлық экономикалық ресурстар бір қасиетке ие, олар сирек немесе өлшеуіш мөлшерде болады. Кәсіпорындағы материалға және қосалқы бөлшектерге кеткен шығындар мына формула арқылы есептелінеді. Материалға кеткен шығын тең болады еңбек сыйымдылығының пайызы, көбейтеміз көліктің маркасы бойынша материалдың нормасы, коэффициенті К1, К2 ол пайдалану кезінде категорияны ескеретін коэффициент 1,2 тең, ал коэффициент 2 жылжымалы құрамның моделін ескеретін коэффициент 1 тең. Және көбейтеміз жалпы кәсіпорындағы автокөліктің жылдық жүрісі бөлінген 100 көбейтілген 1000-ға. Бұл жерде 1000 километр 100 ол пайызы. Қосалқы бөлшектерге кеткен шығын. Ол шығын қосалқы бөлшек тең болады еңбек сыйымдылығының пайызы кәсіпорындағы көбейтілген қосалқы бөлшектердің көлік маркасы бойынша нормасы, коэффициенттері К1 пайдалану кезіндегі категорияны көрсететін коэффициент 1,1 тең. Коэффициент 2 ол пайдалану жылжымалы құрамның моделін ескеретін коэффициент 1 тең. Коэффициент 3 ол пайдалану кезіндегі категорияны ескеретін коэффициент 1,1 тең. Және кәсіпорындағы жалпы жылдық жүріс көліктің бөлінген 100% көбейтілген 1000 километрге. Ресурстарды сақтау дегеніміз меншіктің әртүрлі формалары және шаруашылық тетігінің ықпалымен жүзеге асатын нақты және өткен еңбекті үнемдеу. Ресурстарды сақтауды экономикалық ұйымдастырушылық және техникалық сипатының шаралар кешені ретінде пайдаланылған еңбек және де басқа ресурстармен салыстырғанда озық сапалық және сандық өнімнің өсуін аса ұстамдылықпен қарау қажет. Ресурстар нарығының ерекшеліктері ең алдымен олардың шектеулігіне қарай өндіріс көлемінің өзінің де және ресурстар ұсынысында шектеуінің қорытындысы болып табылады. Экономикалық ресурстарды бағасы әртүрлі басқа нарықтарда ұсыныс пен сұраныстың ықпалымен сәйкестендіріліп үйлестіріледі. Ресурстарды сақтау проблемасының шешуі ұдайы өндіріс процесіндегі барлық сатыларды қамту қажет етеді. Қалдықсыз және қалдығы аз технологияны өндіріске енгізу себебі қалдықсыз технология үнемдеуді кешенді түрде жүзеге асыруға толық жағдай жасайды. Алдындағы қолданылған формула бойынша мына мысалды шығаруға болады. Оны қазір сіздерге тақтаға көрсетіп мен шығарамын. Алдындағы өткен формуланы жасауда біз қазір есеп шығарамыз. Сол материалға кеткен шығындарды, кәсіпорындағы материалға кеткен шығындардың формуласын жазады. Материалға кеткен шығындардың формуласы Ш материал тең болады кәсіпорындағы еңбек сыйымдылығы көбейтеміз коэффициент 1, көбейтеміз коэффициент 2, көбейтеміз нормасы, бір көліктің нормалы еткен бағасы, көбейтеміз жалпы жылдық 100, бөлеміз 100-ге көбейтілген 1000-ға. Мұнда көрсеткіш
Есепті шығарған кезде бұл формула бойынша ана есепті шығарамыз. Кәсіпорында еңбек сыйымдылығының берілгені 5%, көбейтеміз коэффициенттің көрсеткіштері, есепке алатын көрсеткіші 1,2, көбейтеміз коэффициент 2, ескеретін коэффициент 1,2 көбейтеміз. Материалға кеткен көлікті материалға кеткен нормасын аламыз, бағасын аламыз, мысалы ретінде 2950 теңге деп аламыз. Көбейтеміз кәсіпорындағы автокөліктің жалпы жылдық жүрісі. Жалпы жылдық жүрісі 243.750 километр деп аламыз. Бөлеміз 100-ге, көбейтеміз 1000-ға. Мұндағы көрсеткіш 5 дегеніміз пайыздықты көрсетеді, 1000 дегеніміз көліктің жылдық жүрістік 1000 километр көрсетеміз. Сонда жалпы есеп бойынша шығарғанда 42.197 теңге өтеді. Бұл материалға кеткен шығынның, көліктің материалға кеткен шығыны 42.197 теңге. Енді келесі формула бойынша есептеп шығаратын болсақ, қосалқы бөлшекке кеткен шығынды табамыз. Ол формуласы қосалқы бөлшек тең болады. Формуланы жазамыз. Мұндағы көрсеткіші көбейтеміз еңбек сыйымдылығы, көбейтеміз коэффициентті көрсеткіші, көбейтеміз коэффициент 2, есепке алған көрсеткіш, көбейтеміз тағы ескеретін коэффициент бар 3, көбейтеміз қосалқы бөлшекке кеткен норма, жерде бағасы алынып көлікке, көбейтеміз жалпы жылдық жүріске, бөлеміз 100-ге, көбейтеміз 1000 километрға, жерде көрсеткішін аламыз. Еңбек сыйымдылығы пайыз 5% болып қалады. 5% көбейтеміз. Коэффициент көрсеткіштің бірі бұл жерде 1,2 болатын болса, енді коэффициент ескеретін коэффициент 1,1-ге тең көбейтеміз. Коэффициент 2 сол қалады көрсеткіштер, көбейтеміз. Ескеретін коэффициент, эксплуатацияны ескеретін коэффициент 1,1-ге тең көбейтеміз. Нормасы, қосалқы бөлшекке кеткен нормасы 3450 теңге деп аламыз. Көбейтеміз. Көліктің жалпы жылдық жүрісі 243.750 километр. Бөлеміз 100-ге, көбейтеміз 1000 километрге. Бұл жерде 100 дегеніміз пайыз және 1000 километр. Есеп бойынша есептеп шығарғанымыз 47.860 теңге шығады. Бұл жерде біз кәсіпорындағы материалға кеткен шығын бойынша материалдық шығын және қосалқы бөлшекті таптық. Енді жалпы шығынын табатын болсақ, жалпы шығынны қосалқы бөлшекпен материалға кеткен шығынның қосындысын аламыз. Бұл жерде материалға кеткен шығынның қосындысын мына жерге жазамын мен. Жалпы кәсіпорын бойынша шығын материалдық және қосалқы бөлшек тең болады. Материалға кеткен шығын қосамыз, қосалқы бөлшек тең болады. Бұл жерде мысалы материалға кеткен шығынымыз 42.197 қосамыз 47.860 теңге тең болады. Бұл жерде есепке шығарамыз. 7 деп аламыз. 90 теңге, 89.967 теңге жалпы кәсіпорын бойынша материалға кеткен шығынның есебі шығарылды. Тыңдағандарыңызға